Қайырлы күн, құрметті көрермендер, оқушылар. Бүгін біздер интегралдау тәсілдері тақырыбының В тобына да келіп жетіппіз. Сабақты қарамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ендеше В тобының есептен шығарайық. Бірінші 2-де 5-ші есеп. 2-де 5-ші есептің біріншісі x көбейтілген 2x минус 1-дің жеті дәрежесі. Енді бұл айнымалы енгізу әдісі бойынша осы жерден 2x минус 1-ді мен t деп алайын. Және де x табайын. Осы жерден 2x тең болады. t минус 1 плюс 1 болып шығады. X тең болады. Так, мен бұны былай шығарайын. 2-ні ар жаққа бөлу болып шығады. Мен бірақ бұны жеке-жеке бөлу ретінде қарастырайын. Енді осы жерде dx тең болады. Бұл дегеніміз, яғни туындылаймыз екі жағында. 2-ден 1 t бөлінген 2-ні туындыласақ, 2-ден 1 болады. Мынау жойылып кетеді. 2-ден 1 dt. Енді 2-ден 1 қайдан шықты дейтіндерге мен былай түсіндірейін. T бөлінген 2 дегеніміз 2-ден 1 көбейтілген t еді ол негізінде. Туындылаған кезде t 1 болып кетеді, коэффициент орында қала береді. Мен 2-ден 1 қалады. Енді мына жерде коэффициент 0 болып кетеді. 2-ден 1 dt. Мынаны өшіре салайын. Енді орнына қоямыз. Бұл жерде тең болады. Мына жалғастырайын. Интеграл x-тің орнында t бөлінген 2 қосылған 2-ден 1. Бұны жақша ала тұрайын. 2x минус 1-ның орнында t бар. t-ның 7 дәрежесі. Тең болады. Енді мына t-ны жеке-жеке жақшаның ішіндегілер көбейтемін. Мына жерге dt деп қояйын. dt емес мына жерге. Бұл жерде dx-тің орнында, берілгенде dx-тің орнында мынау тұр. 2-ден 1 dt. Тең болады. Енді мына 2-ден 1-ді де жақшаның ішіне көбейтем жеке-жеке. T-ның 7 дәрежесінде жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтем. 2-ден 1-ді көбейтсем, бөлімінде әрқайсында мынау 4 болып барады. 2-ден 1-мен астындағысы мақсаты көбейтіледі. Бөлшекпен бөлшек қосылған, мынау да 4 болады. Енді мынау алыммен көбейтіледі. T-ның 8 дәрежесі болады. Мынау T-ның 7 дәрежесі болады. Интегралы бар. Мына жерде dt-ның өзі қалды енді. Енді интегралдаймыз. Мынаны интеграл t-ның, яғни 4-тен 1 көбейтілген t-ның 8 дәрежесі ғой. Біз t-ның 8 дәрежесін ғана интегралдай береміз. T-ның 9 дәрежесі астында 9 көбейтілген 4 болады. Қосылған t-ның 8 дәрежесі 8 көбейтілген 4 болады. Сосын плюс с тең болады. Енді орнына қояйық. T дегеніміз бізде алғашқыда 2x минус 1 еді. Соның 9 дәрежесі бөлінген 36 қосылған 2x минус 1-дің 8 дәрежесі бөлімінде 32 қосылған с. Осылай жауабы шықты. Енді осыны жазып алыңыздар, мен өшіріп келесі екіншісін шығарайын. Екінші 3x қосылған 1-ді мен t деп алайын. Яғни айныманы алмастыру. 3x тең болады t минус 1, x тең болады t бөлінген 3 минус 1 бөлінген 3 болады. Содан dx тең болады. Мынау дегеніміз туындыласақ, мынағыдай 3-тен 1 көбейту t ғой. Мен бұдан 3-тен 1 қалады. 3-тен 1 dt. Мынау 0 болып кетеді. Енді орнына қояйық. Тең болады. Интеграл x дегеніміз t бөлінген 3 минус 3-тен 1. Сосын жақшаның сыртында мына dx дегеніміз 3-тен 1 т. Ойбай. Мынау қалып қойған екен ғой.
x орнына қойдық. Енді мынаның ішіндегі t-ны дедік біз. T-ның 7 дәрежесі, сосын 3-тен 1 t тең болады. Енді 3-тен 1-ді жақшаның ішіне жеке-жеке көйтеміз. 9 болады. Мынаған да көйтеміз. Бұл да 9 болады. Енді t7-ні көйтеміз. T-ның 7 дәрежесі мынаумен t-ның 8 дәрежесі болады. Мынау t-ның 7 дәрежесі болады. Сосын dt. Мына жерде интеграл бар. Тең болады. Енді бұны жеке-жеке интегралдаймыз. 9 көбейту 9 минус t-ның 8 дәрежесі 9 көбейтілген. Шығарудың бе? Мен бұл жерде 7 дәрежеміз 8 дәреже екен, мен қателесіп отырмын. Мен мынаған қарап кеттім ғой. Не яқты екен 8 дәреже. Так. Дәрежелерін өзгерте қояйық. Мынау 8 дәреже. Мынау сонда 9 дәреже болады. Мынау 8 дәреже болады. Енді интегралдасақ, мынау 10 дәреже болады. Мына жер сонда 10 болады, 10. 10 көбейту 9. Мына жер 8, 9 болады бұл енді. 9 көбейту 9. Қосылған с. Тең болады. Енді t-ның орнына біздер 3x қосылған 1 ете. Осының 10 дәрежесі бөлімінде 90. Азайтылған 3x қосылған 1-дің 9 дәрежесі бөлімінде 81 қосылған. Ал жазылыңыздар. Келесі 2-де 6 есеп өтейік. Бұл жерде жаңа айнымалы енгізу. Мен аламын біріншісі. Түбір астында түбірмен бірге алып кетейін. Бұны t деп алайын. Енді түбірден құтылу үшін екі жағын квадраттаймыз. Мынаны квадраттасақ, былай екеуін квадраттаймыз. Квадраттағанда мынаумен кетеді. 4 плюс x болады, тең болады t квадрат болады. Енді осы жерде x тең болады t квадрат минус 4. Осыны туындыласақ екі жағында, мынау 2t, мынау кетеді dt. Енді бұл дальше тең болады. X орнында бізде t квадрат минус 4 көбейтілген. Мынау t-ның квадраты. Жоқ. Бұл жерде мен қателесіп отырмын. Мына. Шығарған үшін квадрат қойған ба? Мынау дегеніміз t-ға тең. Көбейтілген 2t dt. Dt x орнына біз мынаны қоямыз. Тең болады. Енді t-ны, мына жерде интеграл бар. T-ны жеке-жеке көбейтіп, еще 2t бар. 2t квадрат, мұны екеуі 2t квадрат болады. 2t квадратты жақшаның ішін жеке-жеке көбейтеміз. Сонда 2 интеграл 2t-ның 4 дәрежесі минус 8 t-ның квадраты байып тұр ғой. Dt еще тең болады. Енді осыдан интеграл табайық. 2-ні жазып қоя береміз. Мынау t-ның 5 дәрежесі болады. Бөлімінде 5 болады. Азайтылған 8-ді жазып қоя тұрамда. Мынау t-ның 3 дәрежесі болады. Бөлінген 3 қой. Қосылған с. Тең болады. Енді мынаны мен былай жазсам болады. 5-тен 2. Сосын мына t дегеніміз бізде түбір астында 4 плюс x. Соның 5 дәрежесі. Минус 3-тен 8. Түбір астында 4 плюс x. 3 дәрежесі. Қосылған с деп. Болды, есеп шығып кетті. Келесі. Мынаны өшірем. Сабақ қызық болып жатса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Достарыңызға да жіберіңіздер. Оларға да пайдалы болсын. Келесі. Мен түбір астында x минус 3-ті t деп алайын. T'дан басқа әріп білмейміз. Сосын квадраттаймыз. X минус 3-тің мынаяқта t квадрат болады. Енді квадраттадық екі жағын түбірден құтылу үшін. X тең болады t квадрат
т квадрат қосылған 3. Енді dx тең болады 2t dt. Енді мынау тең болады тек қателесіп кетпей. Интеграл x орнына бізде т квадрат қосылған 3 тұр. Сосын мынау т тұр, көбейтілген 2t тұр да. 2t dt бар. Тең болады. Енді мынаны 2t квадрат болды. Сонда болды 2t 4 дәреже қосылған 6t квадрат. Еще dt. Интеграл. Интеграл что-то. Ойбай. Интеграл что-то бұртылып кетті. Интеграл тең болады 2-ні жазып қоя тұрамын. Т-ның 5 дәрежесі бөлінген 5 қосылған 6-ның 6-ның 3 дәрежесі бөлінген 3 қосылған с. Енді мына жерде 6 мен 3 қысқарады. Ол кезде бұл былай болып тұр. 5-тен 2 т-ның орнына бірден қоя берейін. Т-ның орнында x минус 3-тің 5 дәрежесі қосылған 6 мен 3 қысқарады да 2 болады. 2 түбір астында x минус 3-тің бұл да 3 дәрежесі болады. Қосылған с. Болды, есеп шықты. Ал өшірім. Келесі үшінші. Так, үшінші мен түбір астында косинус x т деп аламын бұнда. Жаңа айнымалы енгізу. Енді екі жағын квадраттаймыз. Косинус x т квадрат болады. Енді бұны туындылаған кезде бұл косинустың туындысы минус синус x болады. Синус x еще туындылаған үшін dx қосылады. Мынаған 2t dt қосылады. Т квадратта да туындадық. Енді орнына қояйық. Тең болады синус x dx. Енді қараңыздаршы, мына жерде мынадай қызық бар. Интеграл дейін. Мынаны мен былай жазайын. Синус x мына dx-ті мынаның қасына жаза қояйын. Бәрі ғой. Мынау көбейтілді. Мынау да көбейту ғой. Көбейткіштердің орнына ауыстырғанмен көбейтудің мәні өзгермейді деген 6-шы класста, 7-ші класстағы сондай бір ережеге қоя саламыз. 7-ші класста қателеспесем. Енді қараңыздар. Мына жерде синус x dx. Сосын көбейту түбір асты косинус x деп орнына ауыстыра салдық. Тең болады. Мынау синус x dx көріп тұрсыздар ғой мына жерде. Синус x dx бұл 2t dt-ға тең. Бірақ мына жерде минус бар. Минусты мына жаққа лақтыра саламыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сонда минус 2t dt деп жаза саламыз. Яғни мына синус x dx орнына минус 2t dt деп жаза саламыз. Ал мына жерде түбір асты косинус x орнына біз жазамыз міне т деп алмастырдық. Т. Сосын болды. dt бар бізде. Главный dt бар. Тең болады. Енді мына т мынаған көбейтіледі, сонда бұл интеграл минус 2t куб болайын тұр ғой. Сосын dt тең болады. Енді емін-еркін интеграл жасай береміз. Минус 2 т-ның т кубты интегралдасақ, т-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 болады. Қосылған с. Мына қысқарады. Сонда бұл қалады минус 2-ден 1 т-ның 4 дәрежесі қосылған с. Тең болады минус 2-ден 1 т дегеніміз бізде косинус. Мен қателескен жоқпын ба ештеңеден? Мен мына жерде квадрат куб емес қой. Мына куб деп қойдым мен, куб. Қателестім. Так. Мына т мен т квадрат болады екен ғой. Мына т мен мына 2t екеуі квадрат болады. Сонда мынау т квадрат минус 2 т-ның
т квадратты интегралдасақ, т-ның 3 дәрежесі болады, астында да 3 болады, міне енді дұрыс болды. Қосылған с. Енді минус 3-тен 2 т-ның орнында бізде косинус x, түбір астында косинус x бар. Осының 3 дәрежесі қосылған с. Болды. Есеп шығып кете қойды. Ал жазып алыңыздар, мен аның бәрін өшірмеймін, келесі неге өтейін. Жазып алыңыздар, иә. Келесі. 2-7. Бұл бөліктегі интегралдауға келеді. Бірінші. Липед дегенді алдыңғы тақырыпта, алдыңғы сабақта айттым липедті. Енді бұл липед заңына сәйкес келіп тұр, иә. Мынау да келіп тұр, мынау да келіп тұр, мынау да келіп тұр. Енді u дегеніміз бізде, міне мынаған қарасақ, u дегеніміз x квадрат. dv дегеніміз, жоқ бетек, dv-ны мен мына жерге жазбаймын. dv-ны жазамын. dv дегеніміз косинус 4x dx. Мынаны туындалсақ, du тең болады 2x dx. Ал мынаны интегралдасақ, яғни мынаған д қосамыз, мынаған д-ны құтыламыз. Интегралдасақ, мынанікі синус болады, косинус 4x, мына 4x дегеніміз алдына 4-тен 1 болып тағы шыға қояды. Болды. Қосылған с деп жаза салайықшы. Енді орнына қояйық. Мына жерде мынау берілген функциямыз тең болады u көбейту v дейді. u дегеніміз бізде x квадрат көбейту v дегеніміз 4-тен 1 синус 4x минус интеграл v деп тұрғанымыз қайтадан жазамыз 4-тен 1 синус 4x du деп тұрғанымыз көбейтілген 2x dx. Енді мына жерде тағы да бір қызық point бар. Мынаны қоя тұрамыз. Мына жерде тағы да бір екі функция көріп тұрсыздар ма? Міне синус 4x көбейту 2x деген екі функция тұр ғой. Алсаң. Енді мына жерде қызық болайын деп тұр. Бүйтіп жазамын. Мынаны бөлек тағы да жазайын. 4-тен 1-ден бұрын, иә. Қараңыздар, мынау липед заңына сәйкес емес. Мынау бірінші тұр, мынау екінші тұр. Демек, мынаны керісінше жазамын. 2x сосын көбейтілген 4-тен 1 деймін, иә. Синус 4x деймін. Вообще мына 4-тен 1 мен 2 қысқарады ғой негізі. Онда бұл болайын деп тұр. Бірден жазайыншы. Қазір. Осыны дұрыстап түсіне алыңыздар, иә. Мына 2 мен 4-тен 1 қысқарады. Сонда бұл болады 2-ден 1 көбейту. Сосын мына x-ті бірінші жазам ғой мен, липед заңы бойынша. Көбейтілген синус 4x. Енді дұрыс болды. Сосын тең болады. Вообще-то бар ғой мына жерде. Сіздер миларыңыз ашып кеттім. Вообще-то мына жерде 2-ден 1 қалды ғой, мына 2-ден 1. Жылағым. Түсінбей қаларсыздар. Енді липед заңы бойынша u дегеніміз бізде x, сосын du бұл dx болады, иә. Ал dv деп тұрғанымыз, мына жерде dx бар, иә. dv деп тұрғанымыз бізде синус 4x dx. Мұна 2-ден 1-ға тимеймін. 2-ден 1 бұл коэффициент. Бұл ештеңеге әсер етпейді. v тең болады синустікі минус косинус x, иә. Минус жоқ бедек. Минус, мынау минус косинус 4x, мынау 4-тен 1 болып шығады мына жер. Енді мына ережеге қайттан қоямыз. x u деп тұрғанымыз бізде x көбейту v деп тұрғанымыз минус мына жерге қоя салайын. 4-тен 1 косинус 4x және азайтылған интеграл v деп тұрғанымыз мына қайттан минус
4-тен 1 4x косинус 4x сосын du деп тұрғанымыз dx, жай ғана dx. Енді мынау бір ғана, косинус 4x деген бір ғана функция. Енді осыны интегралдасып берсек болады, қорықпай. Минус мынаны мен x бөлінген 4 деп жазып алайын. Косинус 4x минус, мына минус пен мына минус плюс болып кетеді, плюс. Сосын 4-тен 1-ді жазып қоя тұрайын. Мына 4-тен 1. Сосын мынаны интегралдасақ, бұл синус болады, я? Синус 4x болады. Мына жерден тағы да 4-тен 1 шығады. Бұл 4-тен 1 мына жерге барады. 4-тен 1 деп. Болды, қосылған сан. Енді мен мынаны апарамда, мына шыққанды апарамда, мына жерге қойып тұрмын, міне. Мынаның орнына қойып тұрмын. Еще мына жерде 2-ден 1 бар, еще. Ол 2-ден 1-ді көбейтіп шығамын қазір бәріне. Осыны шатасып ұмытпауым керек қазір. Так, былай қоя тұрайын. Что-то сызығым деген жоқ кетті. Насайшы тұрды. Так, былай сайын. Опа. Енді тең болады. Мынаны жазып қойым. X квадрат көбейтілген. X квадрат мен астына 4-ті былай қойып жіберейін. 4-тен 1-ді көбейтіп. Көбейту синус 4x минус мына жерде 2-ден 1 бар. 2-ден 1 ақшаның ішінде. Мына арт жазам. Минус x бөлінген 4 косинус 4x қосылған. Мынауымыз бізде 4 пен 4-ті көбейтсек 16 болады. 16-дан 1 синус 4x. Қосылған сан, мынаны жақшаны жауап тұрайында, қосылған сан дейін общий. Тең болады. Қайтадан ашам мынаны. X квадрат 4 көбейтілген синус 4x минус 2-ден 1-ді жеке-жеке көбейтіп шығамын. 2-ден 1-ді мынаған көбейтсем, мынау минусы мына жаққа барып плюс болады. Мынауымыз x бөлінген 8 болады. Косинус 4x қосылған. Мынау 32 болады, я? Мынауымыз барады. Так, мына жер минус болады. Неге өйткені? Мына жер минус бар. Жақшаны ашқан кезде мынау минус болады. 32 32-ден 1 синус 4x. Синус 4x. Жоқ. Астына жазайыншы. 32 синус 4x. Болған сияқты да болды. Так, енді мен мынаны жауабын қарайықшы. 2-де 7-нің біріншісі. X квадрат бөлінген 4. Квадрат бөлінген 4 синус 4x дейді. Дұрыс па екен? X квадрат бөлінген 4 синус 4x. Сосын мына жерде x бөлінген 8 косинус 4x ол дұрыс. 1 бөлінген 32 синус 4x қосылған сан. Я дұрыс, міне. Мына жауап шықты. Ал жазып алыңыздар. Мен мынаны өшіремін. Так, екінші. Екінші есеп. X көбейтілген косинус x плюс 2 дейді. Так, бөліктеу интегралдау. U тең болады x, dv тең болады косинус x плюс 2 dx. Енді мына жерде du тең болады dx болады. Мынау v тең болады, интегралдасақ косинустікі синус болады, синус x плюс 2. Ал мына ешқандай ештеңе шықпайды. Қосылған с деп жазсақ. Енді мына формула салсақ, u дегеніміз x көбейту
В дегеніміз синус x плюс 2. Сосын, так, минус интеграл в дегеніміз синус x плюс 2. ду дегеніміз dx. Тең болады. Бұл қайта манағыдай екі функция емес екен. Қайта бұл жолымыз болып жеңіл шығайып көрген. X көбейтілген синус x плюс 2 минус синустікі минус косинус болады. Минус косинус міндет плюс болады. Косинус x плюс 2 қосылған с. Тез шыға қойдыңыз бұда. Оған қарайық. 2-де 7-нің екіншісі x синус. Дұрыс қой. Дәл осы шықты. Ал жазып алыңыздар. Мен мынаны өшірейін. Так, үшінші. У дегеніміз x квадрат минус 3x. Мәміні қиын болып тұр. Сағыз айтайын. dv дегеніміз синус 2x dx. Мынадан туындалсақ, мынау 2x болады, мынанікі 3 болады. Сосын dx туындаладық. Енді интегралдаймыз. Синустікі минус косинус болады, минус косинус 2x, мынау 2 алдына 2-ден 1 болып шығады. Сосын мына формула саламыз. Мына қиын болып тұр. X квадрат минус 3x көбейтілген в дегеніміз мынау бізде. Минус 2-ден 1 косинус 2x. Ойбай, мынау ұшық болып тұр. Өтіңіздер. Сәртке қосылдым. Енді так, мына жерде қай жерге келедік? Мына жазып отырық қой. Бұны жақшаға ала тұрайық. Сосын минус интеграл в дегеніміз минус 2-ден 1 косинус 2x көбейтілген ду дегеніміз 2x минус 3. Мына жақшаға отырайын. dx тең болады десем, енді бұл жерде мынаны қайттан интегралдаймыз. Өйткені көріп тұрсыздар ғой. Мына жерде бір функция тұр, мына жерде бір функция тұр, яғни 2x тұр. Бірінші тригонометрия, екіншісі x. Липет заңы бойынша мынау u дегеніміз 2x минус 3, ал dv дегеніміз минус 2-ден 1. Жоқ, 2-ден 1-ді кереміз өше. 2-ден 1 тұра береді. Ол коэффициент косинус 2x dx. Мұнан туындылаймыз. Бұны туындыласақ, x-тің өзі қалады. Жоқ, өтіреді. X-іміз 2 қалады. ду тең болады. Бұл 2 болады. 2 dx. Ал мына жерде бұны интегралдасақ, косинустікі синус болады. Синус 2x, сосын 2-ден 1 болады. Енді мына жерден бөліп бұны да интегралдаймыз. u дегеніміз 2x минус 3. Мына формула қойылады қайттан. Көбейту 2-ден 1 синус 2x минус интеграл v дегеніміз 2-ден 1 синус 2x көбейтілген 2.
u dx доғымыз dx тең болады мына жерде 2 мен 2 қысқарады деп айта қойын, просто сызбай-ақ түсінбей қаларсыздар. 2 мен 2 қысқарады. Мына жерде 2-ден 1 ол коэффициент. Мына бүйтіп жеке-жеке ашып көбейтуге болады. Мына екеуін көбейтсек, 2x пен 2-ден 1 көбейтсек, 2 мен 2 қысқарады да x қалады. Мына жерде екеуін көбейтсек, 3 бөлінген 2 болады, иә. Ақшамда жаза берейік. 2x минус. Мына жерде 2 мен 2 қысқарады, ол кетті. Синустың өзінің интегралын табайық. Синустікі минус косинус. Косинус 2x. Мына 2-ден 1 тағы шығады бүйтіп. Мынаның x'і тағы да 2-ден 1 шығады. Болды да. Қосылғансы. Енді так, қателеспесем осылай қалады. Енді жазам. Тең болады. Мынанда бүйтіп ашып, мына коэффициентті ашып бүйтіп көбейтіп жүруге болады. Минус x квадрат 2 минус 3x бөлінген 2 деп. Сосын косинус 2x минус. Енді мына жерде минус 2-ден 1 бар. Осыны бөліп, мына минус номен плюс болады. 2-ден 1 дейінде ақшаның ішіне мыналар жазамын. Бетейін. Мына 2-ден 1 астына жаза қойын, түсінікті болу үшін. Қосылған 2-ден 1 мен мыналар жазып шығамын. X минус 2 бөлінген. 2-ден 3 синус 2x сосын минус 2-ден 1 косинус 2x қосылғанысы тең болады. Бұл тең болады. Мынаны қайттан жазып қояйын. X квадрат бөлінген 2 минус 3x бөлінген 2 косинус 2x қосылған деймді. Қосылған деп мына ақша жаза қояйын. Міне екеу 2x болады мынау. Минус мынау 3 бөлінген 4 болады. Синус 2x минус 1 бөлінген 4 косинус 2x қосылғанысы. Так, вообще-то мынадай жауап бар ма, қарайықшы. 2-де 7-нің үшіншісі. 2-де 7-нің үшіншісі минус 2-ден 1. Так, төтіңіздер, мына жерде шатасып. Мына жерде ойлап қалмаңыздар, иә. Мына 2-ден 1 бар ғой. Біз мына жеке-жеке көбейттік қой. Ешқандай разница жоқ. Мына 2x x квадрат минус 3x деп тұр ғой. Сол міне мында тұр міне. Қайдан үшіншісі міне. X квадрат минус 3x. Бұл ешқандай қорқыныш жоқ, ештеңесі жоқ. Біз мына бүйтіп көбейтіп жібере салдық просто. Косинус 2x сосын 4-тен 1 2x минус 3 дейді. Қарайық. Сосын 4-тен 1 2x минус 3 синус x. Біз мына екеуін бүйтіп көбейттік. Сонда 2-ден 1 міне. Төрт бөлінген 4. Мына жерде өзім тексере салайын тез етіп. Дұрыс. Мына жер плюс болады дейді. Неге плюс болады? Жаңа тегістің. Ладно, плюс болсын. Сосын вроде дұрыс. Болды, жазып алыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сабақ ұнаса, егерде бір жерден қате кеткен болсам, комментарий жазып ескертіп жіберіңіздер. Ол қатені қайтадан қарап дұрыстауға тырысамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, оларға да пайдалы болсын. Рахмет, сау болыңыздар.